үстіміздегі жылдың қараша айында қоғамдық кеңестердің бірінші республикалық мәжілісі өтпекші. Қолымызда ақша жоқ, бірақ жаңағындай өзіміздің отырысымызда ұсыныстар болады. Ұсыныстар бір айдың ішінде қаралуға тиісті. Ассалаумағалейкум. Мен Дархан Абдуахит, Хабар 24 арнасының эфирінде 5 реформа белестері бағдарламасы. Ел өміріне пайдалы шешімдер қабылдауға ықпал ету. Азаматтық қоғамның пікірін билікке жеткізіп қана қоймай, ұсыныс айту. Қоғамдық кеңестерге жүктелген міндеттердің бірі осы. Біз бүгінгі бағдарламада осынау ақылдасу алаңының тиімділігін тарқатып айтатын боламыз. 99-шы қадам мемлекеттік органдар мен әкімдер жанындағы қоғамдық кеңестердің стратегиялық жоспарлар мен аумақтық даму бағдарламаларын, бюджеттерді, есептерді, мақсатты индикаторларға қол жеткізуді, азаматтардың құқықтары мен еркіндіктерін қозғайтын нормативтік құқықтық актілер жобаларын, бағдарламалық құжаттар жобаларын талқылау бөлігіндегі рөлдерін күшейту, қоғамдық кеңестердің өкілеттіктері мен мәртебесін заңмен бекіту, мемлекеттік шешімдерді қабылдау ашықтығын арттыру. Ұлт жоспарындағы міндет қоғамдық кеңестердің мәртебесі заңмен бекітілді. 2016 жылы бұл жүйе жұмысын бастады. Қоғамдық кеңестердің негізгі жұмысының басты міндеті бұл шешімді қабылдау мен оны талқылау барысында азаматтардың, яғни қоғамдастықтың пікірін есепке алу мен азаматтық қоғамның пікірін ұсыну, сонымен қатар қоғамдық бақылауды ұйымдастыра отырып мемлекеттік органдардың қызметінің ашықтығын қамтамасыз ету болып табылады. Бүгінде елімізде қоғамдық кеңестер тарапынан қоғамдық бақылау жүргізудің барлық тетіктері енгізілген деп айтуымызға толықтай мүмкіндік бар. Соның ішінде мемлекеттік органдардың қызметінің барлық бағыттары бойынша қоғамдық мониторингтеу жұмыстары жүргізілген. Қоғамдық кеңеске кең құзырет берілген. Мәселен, талқыланатын салаға жетекшілік ететін басшының өзі отырыстарға шақырылады. Әр мәселе бойынша нақты сауал қойып, жауап алу мүмкіндігі бар. Ескеретін бір жайт бар. Біріншіден, қоғамдық кеңес бұл өзінің атында жазылған. Бұл қоғамдық кеңес. Қоғамдық кеңестен кейін бұл жаңа мемлекеттік органның құзыретіне араласпайды. Бірақ та мемлекеттік органдардың алдында бұл мәселелерді тікелей қоя алады. Бір айта кетейін деген, мынау қоғамдық кеңестердің құрамына көп байланысты. 1/3 бөлігі жаңағы сол мемлекеттік органның жаңағы қызметкерлері ішіне кіретін болса, 2/3 бөлігі жаңағы азаматтық қоғамның жаңағы өкілдері кіруге тиісті. Нақтырақ айтсақ, бүгінгі күні кеңестердің құрамында 4000-нан астам адам болса, оның 75% азаматтық қоғам институттарының өкілдері. Осы уақытқа дейін облыс, қала, аудан әкімдерін қоса алғанда 213 басшының және 16 орталық, сонымен қатар мыңдаған жергілікті орган жетекшілерінің есебі тыңдалды. Мемлекеттік органдардың қоғамдық маңызды шешімдері көпшілікпен бірге талқыланып келеді. Осы ретте 2017 жылы яғни осы жылдың басынан бері қоғамдық кеңестермен 500-ден аса мәселелер қоғамдық талқылауға шығарылғанын жеткіземіз. Қоғамдық кеңестермен сондай азаматтардың құқықтары, олардың міндеттері мен бостандықтарына қатысты 1000-нан астам нормативтік құқықтық актылардың жобалары қоғамдық кеңестермен қарастырылып, оларға ұсынымдар берілді. Ақмола облысы Аршалы аудандық қоғамдық кеңесінің мүшелері биыл әсіресе тұрғын үй коммуналдық шаруашылығын айрықша ден қойып отыр. Бұдан бөлек жеке азаматтарды қабылдап, мұң-мұқтажын тыңдайды, өтініштерін мемлекеттік мекемелерге жеткізеді. Ауыл тұрғындарын көптен бері алаңдатқан мәселенің бірі Аршалы мен Ижевск арасындағы жол болатын. Қоғамдық кеңестің бастамасымен қазіргі таңда құрылыс қолға алынды. Эта дорога, она просто необходима. Бұл жолдың біз үшін маңызы зор. Себебі ол үлкен трассаға барып қосылады. Жол бойында ірі кәсіпорындардың орналасқанында айта кетуіміз керек. Бұдан бөлек Аршалының өзін жарықтандырдық. Қазір көшелерге энергия үнемдейтін шамдар қойылған. Ал Қарағанды облысына қарасты Нұра ауданындағы қоғамдық кеңестің бастамасымен ауылдың ішіндегі жолдар жөнделіп, орталық саябақ жаңарды. Сонымен қатар көктемгі су тасқынынан зардап шеккендерге көмек көрсету, жайылымдарды кеңейту сияқты мәселелерде жергілікті қоғамдық кеңестің назарынан тыс қалмады. Нұра кентінің өзінде мал бағуға жер шамалы болғандықтан біз енді ұлғайту туралы мәселені көтердік. Біздің іргелес мына жерде Мыңбаев ауылының
жергілікті қауымдастық мүшелерін жинап, сосын мына жерде Көбетей ауылының солармен жалпы бір келісім шартқа отырып жер бөлінді. 16 мың гектардай жер бөлінді. Аудан орталығын абаттандыру, жарық тарту секілді көптеген мәселелерді нұралықтар жергілікті билікке жиі ұсынады. Осылайша қоғамдық кеңес мүшелері бұрыннан айтылып келген, бірақ шешімін таппаған мәселелерді қайта көтереді. Осы қоғамдық кеңес арқылы билікке шығу, қоғамдық кеңеске өзінің ұсыныстарын енгізу деген сияқты мәселе көп көтеріледі. Өзіміз мына ауылдық жерден келеміз қоғамдық кеңеске. Сол келгенде ауылдық жерлердегі жаңағы тұрғындарымыз осындай сұрақтар бар еді. Осындай сұрақтарды шешуге ұсыныс жасасаңыз деген сияқты мәселелерді көтереді. Қолымызда ақша жоқ, бірақ жаңағындай өзіміздің отырысымызда ұсыныстар болады. Ұсыныстар бойынша сол әкімге жеткізіледі. Әкім соған енді шын айтса қарсылығын көрсетпейді, қолдап сол жаңағындай көмек береді. Енді істелінбеген нәрсе болса, соның мерзімін айтып, не себептен істелінбей жатыр дегендей, сондай қоян-қолтық бірге енді жұмыс атқарылады. Ауыл аймақтан бөлек республикалық деңгейдегі қоғамдық кеңестер де бар. Соның бірі ішкі істер органдарының қызмет мәселелерімен айналысады. Кейінгі кезде соттың үкімі болмай тұрып, кейбір жаңағы қызметкерлер жұмыстан шығарып тастайтын болды. Соттың үкімі болсын, немесе шешім болмай тұрып, оны дәлелдеме жоқ болып отырып, тек қана күдікті болған ретінде оны жұмыстан шығарып тастайтын. Біз бұл мәселені нақты қарадық қоғамдық кеңесте, сосын біздің заңымызға байланысты, ата заңымызға байланысты біз айттық. Егер де соттың шешімі болмай тұрып, немесе үкімі болмай тұрып, қызметкерді жұмыстан шығаруға болмайды. Өйткені бұның кінәсі дәлелдемеген. Сондықтан осы ұсыныстың арқасында, мысалы, өзі министрлік, өзінің жергілікті жаңа департаменттеріне осыны бізді орталықтан бір хат жіберді. Заңды күшіне кірген соттың шешімі немесе үкімі болмаса, бұндай қызметкерлер жұмыстан шығару болмайды, өйткені бұның азаматтық құқығы бұзылады деп сондай хат кетті. Қоғамдық кеңестердің ұсынымдарын мемлекеттік органдар қарауға міндетті. Заңда бұл нақты көрсетілген. Осының өзі құрылымның құзыретін айқындай түседі. Заңда көрсетілген осындай ұсыныстар бір айдың ішінде қаралуға тиісті. Әрине бұл жаңағы бұрынғыдай бір-екі сөзбен сіздің мәселеңіз қаралды, осындай деп ол жерде бізге жауап берген кезде ондай жаңағы біз қабылдамаймыз. Бізге нақты жаңағы негізделген жаңағы маңызы бар сондай жаңағы жауапты біз күтеміз. Жауапты алғаннан кейін біз онда қайтадан қараймыз. Егер де біз есептесек, осы берілген бізге жауап ол нақты болмаса, біз оны қайтадан осы мәселені қайтадан қоюға құқылымыз. Ережеге сәйкес қоғамдық кеңестер 3 жылға құрылады. Осы 3 жылдың ішінде мемлекеттік мекемелермен қоян-қолтық жұмыс істейді. Мақсат елдің мұң-мұқтажын тізгін ұстағандарға жеткізу ғана емес, биліктің де бастамаларын көпшілікке түсіндіру. Бұл бір. Екіншіден, қоғамдық кеңес пен маслихат кейбір мәселелер бойынша тізе қосып жұмыс істеуі ықтимал, бірақ екеуіне жүктелген міндет те құзырет те екі бөлек. Айта кетейін, қоғамдық кеңестердің қызметі әлі де жетілдірілетін болады. Үстіміздегі жылдың қараша айында қоғамдық кеңестердің бірінші республикалық мәжілісі өтпекші. Аталған іс-шара барысында қоғамдық кеңестердің қызметіндегі маңызды нәтижелер талқыланып, яғни осы жылдары қандай жетістіктерге қоғамдық кеңестер қол жеткізді. Олардың қызметін жетілдіру мақсатында алдағы уақытта қандай шаралар қабылданатыны жөнінде мәселелер талқыланбақшы. Кез келген жағдай талқылануы тиіс. Әрине бұл көп мәселені шешпеуі мүмкін, алайда талқылаулар кезінде жұрттың пікірі айтылады, ұсыныстар беріледі. Ал бұл қоғамдық кеңестердің қызмет үшін аса маңызды. Біз әлі 5 реформа белестері бағдарламасында әр саладағы өзгерістер жайында айтатын боламыз. Елді ұшпаққа шығарар ұлт жоспары ұтымды орындалсын. Сау болыңыздар.